Ассалаумалейкум достар. Бұл видео обзорда обложкада оқығандарыңыздай биткоин 120-140 мың долларға баруын, эфирум 5 мың долларға дейін баруын талқылайтын боламыз. Одан бөлек рынок психологиясы, альтузон менің ожиданиям, Қазақстанда крипто қала салынуын талқылайтын боламын. Сол себепті осы видеоны қайталап қарауға кеңес беремін. Одан бөлек өте көптеген инсайттар болады, міндетті түрде жазып алыңыз. Осы видео обзорда досыңызбен, танысыңызбен, туысыңызбен бөлісіңіз, себебі өте күшті шыққан. Ал сіздерге берекелі болсын. Видео обзорды, как обычно, биткоиннан бастағым келеді. Жалпы мен осындай рилс салған едім. Биткоин 120-140 мың долларға барады деп заявление жасадым 3 күн бұрын. Осыдан 2 жыл бұрын биткоин 48 мың долларға барады деп рилс салған едім. Енді арада 2 жыл өтіп мен 120-140 мың долларға барады деп рилс салудамын достар. Әрине, өте қызықты уақытта өмір сүріп жатырмыз, қаншама уақыт өтуде. Шүкір Аллаға, ол кезеңдерден өткеніміз, ол кезде вообще басқа период еді. Яғни ол кез бізде мына жерде еді. 2022 жылы июньнің қателеспесем, осы кезде салдым мен. 24 мың доллар тұрған кезде салдым. Міне осы кезде салдым. Сосын бізде кішігірім боковик болды 2-3 ай бойы. Потом дальше биткоин 48 мың долларға барды. Ровно жарты жылдан кейін. И дальше 2-3 айдың ішінде 73 мың долларға барды. Сосын 8 ай бойы 60 мың доллар арасында жүрді, 100 мыңға барды. И дальше сіздерге әлі күнге дейін видео обзор жасап стрим өткізудемін. Жалпы достар, осы менің публичный деятельность деп айтайын. Публичный деятельностьпен айналысып жатқаныма Аллаға шүкір 3-ші жыл болуда. И менің мақсатым, менің миссиямды білесіздер. Максимально өз еліме, өзімнің халқыма пайдалы болу, мықты инвестор трейдерларды шығару еді. Әлі де сондай. И оған тырысудамын. Оған байланысты мен 60-тан астам видео обзор түсірдім. Қаншама рет ескерттім, мүмкіндіктерді бөлісіп көрсетіп, биткоиннің құлауы болсын, обратно өсу болсын. Мысалы, соңғы видео обзорда биткоин 104 мың доллар еді. Исторический максимумды обновить етіп, коррекция болуын күтемін деп айтқан едім. Естеріңізде болса, міне осындай сызған едім. Ну, почти дәл осындай бізде сценарий орын алды. Қазір обратно өсуде, исторический максимумге қарай. И Аллаға шүкір, все еще бәрі жақсы келуде. Енді сіздерге тілейтінім мол табыс и зор денсаулық. Ал енді давайте мен сіздерге айтып берейін, неге мен биткоин 120-140 мың доллар күтетінімді. Во-первых, бізде хэш-ребонс индикаторы биткоин сатып алуға сигнал шығарды. Менің видео обзорым бар. Предпоследний емес тіпті. Осыдан бір жарым ай бұрын шығарылған. Мен оны ақтарып, былай тоже записын көрсетіп отқым келмейді ол видео обзорда. Бірақ ол жерде мен нақты айтып өттім. Хэш-ребонс индикаторы келе жатқан 1-2 жылдың ішінде каждый 3-4-5 ай сайын, даже 3-4 ай сайын биткоин сатып алуға сигнал шығаратын болады деп. Дәл осындай моменті бар. Іздеп көрсеңіздер болады. И действительно солай болуда. Мысалы, хэш-ребонс индикатор биткоин сатып алуға сигнал шығарды. Биткоин бағасы 84 мың доллар тұрған кезде, сосын 88 мыңға дейін өсті. Обратно құлады 74 мың долларға дейін. И арада неше уақыт өтті? Давайте есептеп көрейік. Осы кезден бастап 77 күн өтті. Яғни ол дегеніміз даже 3 ай емес, 2,5 ай өтті. И уже хэш-ребонс индикаторы тағы биткоин сатып алуға сигнал шығарды. Неліктен? Мен сол кезде сіздерге айтқан едім. Олай сигнал шығарады. Себебі капитуляцияда майнерлер өте көп уақытта капитуляцияда болады деп. Себебі майнингпен айналысу қазір невыгодно. Потому что бізде мына жерде халвинг болды. Халвинг болған сайын майнингтің сложності қиын болады. Хэш рейті жоғарылайды. 2024 жылы апрельде болған еді. Қателеспесем осы апрель 10-на қарай болды деймін. Или 18-не қарай ма. Неважно. И вот сол халвингтен кейін әрбір блокқа 6-25 биткоин емес, баяғыдай до этого времени болған 3-те 125 биткоин беріледі әлі күнге дейін. Енді соответственно сложность майнинга қиын болады, хэш-рейті көбейеді. Ал ол дегеніміз майнерлерге прибыльді болу үшін постоянно, көбінесе частично биткоин всегда өсіп отыру керек. И желательно стремительно тезірек. Сол себепті осы хэш-ребонс индикаторы биткоин сатып алуға сигнал береді екен. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Мен бұны талай рет разбор жасағым, уже 3-ші рет разбор жасап отырмын. Или даже 4-ші рет.
Енді недавно биткойнның бағасы исторический максимумды обновить етсе де 112 мың долларға барып, хэшибонс индикатор биткойн сатып алуға сигнал шығарды. Енді бұл ең бірінші повод деп айтпаймын биткойн 120-140 мың долларға баруына, но бұл ең басты поводтардың бірі. И как раз мен до этого сіздерге айтып көрсеткенімдей, осы жерге келеді екен пик болып, или же осы жерге келеді, может быть. Көреміз ғой енді. Жалпы бұл түсінікті деп ойлаймын. Ал мынау RSI-ға келетін болсақ, тоже мен сіздерге бөлісіп көрсеткен едім, бізде уже осындай қызық движение жасауда екен, достар. Өте үлкен масштабный дивергенция бұл. Өте үлкен масштабный медвежий дивергенция. Өкінішке орай, бычий дивергенция емес. Поэтому біз сіздермен биткойнның циклы аяқталуына азғантай уақыт қалғанын бақылаудамыз, достар. Сол себепті в скором времени мен биткойн окончательно осы келе жатқан ближайший апталарда, айларда 120-140 мың долларға баруын күтемін, Алла қаласа. Бұл ешқандай финансовый совет емес. Әркім өзінің шешімін қабылдау керек. Енді оған бізде қандай себеп бар? Мен негізі осы жаңа көрсеткен рилсында айтып өттім. Во-первых, хэшибонс индикаторы, во-вторых, адамдарды психология бойынша әлі фомоға жетпеді. Неге фомоға жетпеді? То есть фомо емес, эйфорияға жетпеді. Эйфория деңгейіне жетпеген себебі альткоиндарда әлі значительный рост болмады. 5 есе, 10 еселеп өте көп альткоиндар. Сол себепті әлі эйфория болмады биткоинда. Потому что көбісі альткоиндар емес, биткоин сатып алды. И сол себепті қазір олар фомода отыр. Блин, биткоинді ала салуым керек еді. Альткоиндар болса, как будто скам сияқты, альтузон өтірік сияқты деген неше түрлі сообщениелерді байқаудамын. Тіпті менің қасымда жүрген әйелім де уже особо сенбей кетті альтузонға. Енді мен все еще сенем, потому что опыт есть опыт. Алла қаласа көреміз қалай болатынын. И вообще осы альтузонға салған ақшам мен үшін не жалко, честно айтайын. Мен қойд тағы 2-3 жыл күту керек болса да мен күтуге дайынмын. Честно айтайын. Вот. Даже менің көп ақшам осы рынокта жатса да, мен қорықпаймын. Мен рисковать еттім, потому что мен білем қайда бара жатқанымды. Және сіздер де білу керексіздер қайда бара жатқандарыңызды. Окей? Егер сіздердің мақсаттарыңыз какой-то айына немесе жылына 20-30% ақша табу болса, әркім өзім біледі, не істеу керек екенін, азға кішкентай нелерде коррекцияларды алып, сосын сатып отырса болады екен. Мысалы, мен сіздерге ескерттім, хэшибонс индикаторы биткоин сатып алуға сигнал шығарды деп. Кстати, бүкіл әлем бойынша ең бірінші болып ескерткен едім. Ну, кроме осы хэшибонстың сигналынан басқа, сол кезден бері, мысалы, 40%-ке өсті. Допустим, қарап көрейік, мен сіздерге сол кезде ескерттім, биткоин құлайды деп. Құлады, допустим, осы кезде алғандарыңызда, аккумуляция кезінде 80 мың долларда, сіздерде примерно бір 40% прибыль болар еді. Енді осылай, достар. Енді мен локально не күтетінімді айтпаймын, только глобально айтам, потому что мен локально не күтетінімді сіздерге соңғы видео обзорында айтып өткен едім. Осындай исторический максимумды обновить етіп, коррекция алып, и дальше исторический максимум тағы да обновить етуін күтемін деп. И бізде уже обновление жасауға бара жатыр. Мен оқушыларыма айтып өткен едім, осындай бір сообщение жіберіп, 1 июнь күні келе жатқан апталарда или айда биткоин исторический максимум обновить етуін күтемін дедім. Ну, 1 июнь бізде қай күні болды, давайте қарап көрейік. Ол кезде биткоин еще құлап жатты ма? Осы кезде болды, ол кезде 105 мың долларды тұрыпты. Мен сол кезде ескерткен едім оқушыларыма исторический максимумға барады деп. Қазір әлі барған жоқ, но скором времени уже азғантай қалды баруына, потому что мынандай откупты қараңыздар. И оған қоса, мына жерден бастап бізде 8 апта почти что подряд зеленый болды, вот қараңыздар. 42 күн подряд бізде зеленый болды. И мына жерде красный, қалған бәрі бізде обратно зеленый болуда. Бұл дегеніміз өте жақсы покупательский способность. Но ұмытпаймыз, бізде распределение болып жатқанын, распределение болып жатыр между прям топ of the top, яғни ең мықтылардың арасында дәл қазір распределение болуда. Ол мысалы бізде биткоинді бір 100 мың, 50 мың, 40 мың биткоин сатып алған частные лица, немесе компаниялар бар, MicroStrategy сияқты, которые 600 мың биткоин сатып алған. Олар қазір распределение жасауда. Бірақ сіздер оны білмейсіздер. Вроде әр апта сайын мыңдаған биткоин сатып алады, жаңағыда MicroStrategy сияқты компаниялар. Но на самом деле олар по рынку қанша биткоин сатып жатқанын сіздерге айта ма? Айтпайды. Ол приватный нәрсе.
не публичный. Ол конфиденциальный нәрсе, но ол сатып алып жатқанын бөліседі. Ну, это один из часть манипуляций на самом деле. Оған қоса Дональд Трамптың компаниясы биткоин алайын деп жатыр. Енді 100 мың долларға жеткен соң неге до этого времени алмады? Оған қоса Дональд Трамптың өзі де айтуда, тағы осындай компаниялар бар, MicroStrategy секілді, өте популярный инфлюенсерлер бар, уже өте көптеген қалалар криптовалютаны интеграция жасауда. Қала деп ғой, елдер. Ең жақсы жаңалықтардың бірі соңғы уақытта шыққан. Ол Қазақстанда не шығуы, жаңағы криптоқала жасауы. Оған қазір тоқталып өтеміз. Одан бөлек мен оқушыларыма эфирім жайлы тоже айтып өттім. Мен қазірге тоже ол мнениемен бөлсем. Давайте биткоин түсінікті деп ойлаймын, жалпы скором времени қандай менде ожиданием бар екені. Мен қазір биткоин доминациясына өтем. Так. Биткоин доминациясы, к сожалению, тоже өте жаман көрінеді. Өте жаман көрінеді. Бізде мында ложный пробой жасады, обратно қайтадан орта барайын деп жатыр. Но мне кажется, тоже бұл ложный болады. Обратно осы деңгейге келген кезде, давайте мен қазір мында хайлайтерді алайын. Обратно осы деңгейге келген кезде, мне кажется, тоже ол фейковый болады. С большой вероятностью. Ну, почему-то, мне кажется, осы максимумда обновить еткен кезде, тоже фейковый болып, уже осылайнан доминациясы снижение жасап бастауын күтемін. Енді доминациясын предугадать ету ол өте қиын, достар. Прям unreal деп айтсақ болады, Енді эфирумға өтетін болсақшы. Эфирумға келетін болсақ, бізде что по плану? По плану бізде мынандай треугольник сызуда, мен егер қателеспесем соңғы видео обзорында тоже айтып өттім бұл жайында. Осындай треугольник жасауда. Қазір бізде поджатие нейтральный болып тұр, но негізі поджатие жоғарыға болып жатқан еді. Ну, все еще жоғарыға көрінеді. Ал егер дневной таймфреймге өтетін болсақ, более виднее уже. Дневной таймфреймде поджатие жоғарыға болып жатқанын байқаудамыз, Міне жоғары қарай болып жатыр, бірақ төменгі жақта бізде пробой жасады. Мен оқушыларыма осы жерде шорт болатын айтқан едім, $1500 тұрған кезде. Қазір обратно $1544. Но былай қарайтын болсақ, но поджатие бізде. Ну, эфирімнен особо қосып айтар ешнәрсем жоқ, достар. Енді в целом неге келетін болсақ, total 2-ге келетін болсақ, альткоиндардың капитализациясына мен сіздерге айтқан едім. Осылайнан скором времени снижение жасауын күтемін деп, и осы зонаға келді. Ну, енді прям ортасына келген жоқ, дәл мен белгілегендей. Но это лучше, чем ничего, Тура мен күткендей болды, пока что по ожиданиям. И қазір обратно рост жасауда. Енді мен айтпаймын сіздерге, дальше только былай өсе беретін болады капитализациясы деп жоқ, достар, олай болмайды. Возможно, құлау мүмкін, потому что недельный таймфреймнің жабылуына келетін болсақ, и альткоиндардың дәл қазіргі положениесіне қарайтын болсақ, тағы да бір как будто слив болатындай көрінеді. Оған қоса, общий криптовалюталардың капитализациясын бір қарайтын болсақ, ну, не знаю, почему-то, мне кажется, осылайнан бір коррекция жасап, и дальше осылай өсу керек сияқты общий криптовалюталардың капитализациясы. Но это тоже не факт. Это не факт. Олай болмауы да мүмкін. Возможно, осы жерден бастап дальше росын жалғастыру да мүмкін, Но самое главное, бізге осы максимумнан исторически жоғары закрепление жасау керек. Неважно, каким образом, осылай ма, либо же осылай ма. Самое главное, жоғары закрепление жасасақ, дальше легко будет дышать. Окей, бұл момент сіздерге түсінікті деп ойлаймын. В целом, қосып айтарлық нәрселер особо көп емес, но жаңалықтарға келетін болсақ, мен қазір сіздерге ашып көрсетейін. Мен қазір ашып сіздерге көрсем, жаңалықтарға келетін болсақ, именно біздің Қазақстанның жаңалығы ең топовый жаңалықтардың бірі, яғни Қасым-Жомарт Тоқаев крипто қала салынуын жариялағанда. Вот, мне кажется, самый топтың топы. Мен қазір мына жақтан лучше поисктен іздей салайыншы, давайте. Қазақстан. Осы поисктен іздей салайын. Так. Так, криптовалют. Так. Міне осы жаңалық. Осы жаңалық тоже жақсы. И... Так. Анау жаңалық мына жаққа шығып кетті, Но зато қараңыздар. Біздің Қазақстанда біріншіден крипто қала салынайын деп отыр. Алла қаласа Қасым-Жомарт Тоқаевтың қолдауымен. Негізі Қасым-Жомарт Тоқаев президентімізді өте сыйлаймын. Мықты дипломат,
мықты президент. И ең бастысы болашаққа четко нақты қарай алатын кісілердің бірі. 2022 жылы Центральный Азияда көп елдерде криптовалюта биржалары, криптовалюта обменниктері лицензия алмай тұрып, ол кісі бірінші болып бастады осы теманы жалпы. И сол себепті мен ол кісіге ризамын. Енді қозғалып жатқан жоқ ол кісі 2025 емес, 2022 жылдан бері Қасым-Жомарт Тоқаев Чаңпен Чао, яғни ол кезде Binance-ның основателі Чаңпен Чао еді. Сол кісімен кездесіп, Қазақстанда стейблкоин жасау идеясын тастап кетті, биржалар шығуын и осындай будущийді қарастырып талқылап өткен еді. И Аллаға шүкір, қазір уже осының несін көрудеміз, жемісін көрудеміз. Неге жемісін? Ну, во-первых, Forte, Freedom, Алтын, РБК және тағы 5-ші банк бар. Халық банк. Осы 5 банк криптовалюта картасын шығарады енді. Прикиньте. Каспийден басқасын бәрі почти что, я? Кәдімгі крипто карта шығарады екен. Бірі білсе, бірі білмес. Халық банктың терминалы бар, оказывается. Сол терминалға крипто картамен оплата жасауға болады екен, прикиньте. До того біз дамып кеткенбіз, прикиньте, настолько біз дамып кеткенбіз. И мен Аллаға шүкір етемін, біз осылай жақсы дамып жатқанымызға. И одан да күшті тезірек жақсы дамуымызға мен тілектеспін. Біздің елімізде инвесторлар көбейсін, біздің елімізде криптовалютаға қатысты стартаптар көбейсін деймін. Потому что бұл жерде мүмкіндіктер өте көп. Өте көп. Егер сіз келе жатқан 4-5 жылдың ішінде қатты байып кеткіңіз келсе, онда криптовалютаға қатысты стартаптарды жасап көрсеңіздер болады. Одан бөлек екінші жаңалық, Solana и Казахстанская фондовая биржа займутся продвижением механизма двойного листинга для предприятий дейді. Яғни қысқаша айтатын болсам, AX деген биржа бар емес па? Қазақстандық біздің өзіміздің биржамыз бар, S&P биржа секілді, то есть NASDAQ секілді. Сол Solana мен интеграция жасады. Енді акцияларды цифровой қылады, токенизировать етіп. И оның арқасында өте көптеген нәрсеге жол ашылды. Во-первых, 24/7 торговать етуге возможность ашылады акциялармен. Во-вторых, безопасность. Үшіншіден, скорость тез болады. Мысалы, сіз биржадан алатын болсаңыз, любой, Freedom, Жусан, Interactive болсын, 3 күн бойы сіздің транзакцияңыз обработкада болады. Ақша түсуі, ақша шығарылуы, там акцияны сату дегенде проблемный, неудобный. Ал осындай қазіргі современный решениелер кәдімгідей шешеді екен бүкіл проблеманы. Сол үшін мен өте қатты қуаныштымын. Біздің Қазақстанда обычный кішкентай бизнес емес, үлкен биржалар қазақстандық осындай күшті нәрселерді жасап жатқанына мен өте қатты қуаныштымын, достар. Жалпы 10 күннің ішінде особо көп нәрсе өзгерген жоқ, айтарлықтай. Биткоин сол бағада әлі $107,000. Эфирум де сол бағада, особо қосып айтарлықтай ешнәрсе жоқ. Но зато биткоин в скором времени, Алла қаласа, $120-140,000 баруын сіздерге мен бөлісіп отыр екен. Бұл ешқандай финансовый совет емес, достар. Бұл өте жақсы жаңалықтардың бірі. Негізінде әрине сіздерге түсінікті деп ойлаймын бұл моменттердің бәрі, мен сіздерге доетіп айтып өткен. Егер осы видеом ұнаса, міндетті түрде лайк басып, тіркеліп кетіп, комментарий жазып, кері байланыс қалдырыңыздар, потому что маған кері байланыс көп қалдырсаңыздар, ол вдохновение береді. И мотивация болады. Ол бір шетінен қолдау, бір шетінен желание ашады. Осылай біздің еліміздегі адамдарға қазақ тілді күшті видео обзор жасауға. Жалпы достар, енді алдағы уақытта бізде өте көптеген событиялар күтуде. Сондықтан дайын болыңыздар. Көбісі осы жазда нарық құлауын күтті. Себебі естеріңізде болса, мен сіздерге айтып едім. Алдыңғы видео обзорды тоже айттым. Давайте былай жасайықшы. Алдыңғы жазда бәрі не күтті? То есть алдыңғы жазда деппін ғой. Көп адамдар не күтті? Көп адамдар күткені осы жазда рынок құлауын. Sell in May and go away дейді. Яғни майда сатып, дәл жоқ құрып кет деген сөз. Көбісі соны күтті. Мен сіздерге айттым, еще мартта айттым даже. Апрельдің басында да айттым. Мен майда и жаз айларында рынок өсім күтемін деп. И все еще күтудемін. Менің ойымша бұл жаз необычный жаз болады. Бәріне привычный рынок құлап жатқандай емес, 5 жыл подряд болғандай. Ондай болмайды менің ойымша.
Енді Алла қаласа көре жатармыз. Бұл менің предположением. Менің предположением ол только менің ойым ғана. Мен рынокты осылай оқимын, рынокты осылай түсінемін. Әркім әрқалай түсінеді. Біреу үшін бұл продажа кезі, біреу үшін алатын кез дегенде әркім өзі біледі, иә. Бірақ бұл менің ойым, менің көзқарасым. Сіздердің өздеріңіздің ойларыңыз болу керек. Сол себепті достар, менің мнениеме сеніп, там іс-әрекет жасап жүрмеңіздер, өздеріңізде ойланыңыздар, өздеріңіз ойланып, асықпай шешім қабылдаңыздар дегім келеді. В целом, до этого времени қаншама мен видеообзор жасаудамын, и барлығы актуально. До этого айтып өткендей, особо қосып айтарлықтай ешнәрсе жоқ. Ал егер сіздерге осы видеообзор ұнаса, қуаныштымын, менің Telegram каналыма, Instagram парақшама, YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, комментарийға келіп байланыс қалдырып, қолдап кетсеңіздер деймін. Осындай қазақ тілді видеообзорларымыз көп болсын, және еліміз тыныш, аман болсын. Ең бастысы, елімізде мықты, сапалы білім беретін адамдар болсын, и бәріміз табысты болайық. Келе жатқан альт сезонда как минимум 10-20 есе ақша табуға тілектеспін.